Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайда сауда жасадың? Мақсаты сауда жасауды үйрену, дүкен түрлерімен танысу. Тема сегодняшнего урока «Где ты делал покупки?». Сегодня вы научитесь делать покупки и познакомитесь с видами магазинов. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Товар, бұйым, изделие, вещь, сауда орны, место торговли. Келесі тапсырма сөздерді суреттермен сәйкестендір. Следующее задание – соотнесите слова с картинками. Енді өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Сонымен, жиһаз дүкені, мебельный магазин, ыдыс-аяқ дүкені, магазин посуды, шаруашылық тауарлары дүкені, магазин хозяйственных товаров, кітап дүкені, книжный магазин, жеміс-жидек дүкені, магазин фруктов и овощей, зергерлік бұйымдар дүкені, ювелирный магазин, аяқ киім дүкені, обувной магазин, ойыншықтар дүкені, магазин игрушек, кеңсе тауарлары дүкені, магазин канцелярских товаров, спорт тауарлары дүкені, магазин спортивных товаров, гүл сататын дүкен, цветочный магазин. Келесі тапсырма. 10 заттың тізімін жаса, оны қай дүкеннен сатып алғаныңды айт. Составь список из 10 вещей и расскажи о том, где ты его купил. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырма. Соңғы 3 айда не сатып алдың? Суретін сал. Рөлдік ойынға қатыс, суреттерді пайдалан. Что ты купил за последние 3 месяца? Нарисуйте картинку и участвуй в игре, используя картинки. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Мына тапсырмада кестенің бір бөлімін таңдаңдар. Таңдаған бөлімдегі тауар атауларын қолданып, тауарды және сауда орнын жарнамалаңдар. По данному образцу на экране выполните следующее задание. То есть выберите одну часть данной таблицы, сделайте рекламу на товар и на место торговли, где приобрели данный товар. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырманы үйге алыңыздар. Ойыншықтар дүкенінде тақырыбына диалог құра. Қуыршақ, қонжық, мәшине, жұмсақ, үлкен, арзан сөздерін қолданыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.